Сәлем баршаңызға, құрметті көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай тәбетті ашатын, өте дәмді, әдемі әрі оп-оңай болып дайындалатын кешкі асты дайындайтын боламыз. Ең алдымен газымызға қазанымызды қоямыз. Қазанымыз қызғаннан соң үстіне сұйық майымызды құйып, енді үстіне картоптарды салатын боламыз. Осындай орташа картоп немесе майда картопты да қолдансаңыздар болады. Жуып тазалап, оны турамаймыз, бүтіндей осындай майға барлық жағын қуырып алатын боламыз. Мен бұл тағамда ешқандай затты граммен өлшеген жоқпын. Өйткені бұл жерде аса өлшеуді қажет етпейді. Өйткені өздеріңіздің үйлеріңізде қанша адам бар, немесе қанша адамға лайықтап жасап жатырсыздар, солай барлығын көз мөлшермен өлшеп жасай берсеңіздер болады. Ең бастысы қалай жасалу жолын айтатын боламын. Осылай картоптарымыз қып-қызыл болып қуырылғанда екі бетін аудара отырып қуырамыз. Міндетті түрде картоптарымызды қып-қызыл қылып осылай қуырып аламыз. Міне біздің картоптарымыз болды, енді оны бөлек ыдысқа салып алатын боламыз. Картопымызды осылай бөлек ыдысқа салып аламыз. Енді үстіне дәмнен қарай тұз, бұрыш, содан соң паприка немесе өздеріңіз ұнатқан әртүрлі дәмдеуіштерді салсаңыздар болады. Барлығын салып болғаннан соң осылай ыдысты қаға отырып, барлығын жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз. Міне біздің картоптарымыз осымен дайын. Енді жаңағы картопты алған майға, яғни қазандағы майға етімізді саламыз да, етімізді де жақсылап тұрып, қып-қызыл болғанша әдемілеп тұрып қуыратын боламыз. Мен бұл жерде етті қатты майда немесе қатты үлкен қылып тураған жоқпын. Осылай әдемі көрінеді, орташа етіп турасаңыздар. Осылай әдемілеп қуырып аламыз. Құрметті көрермендер, менің каналыма алғаш рет келіп отырсаңыздар, міндетті түрде менің каналымды жоғалтып алмас үшін тіркеліп алыңыздар. Және де менің каналымда өте әдемі әрі тез дайындалатын әрі бір жасағаннан шығатын рецепттер өте көп. Кіріп тамашалап отырыңыздар. Біздің етіміз осылай әп-әдемі болып, қып-қызыл болып қуырылуы керек. Енді оны да бөлек ыдысқа салып алатын боламыз. Енді етімізді тұздауға кірісеміз, яғни жаңағы картопқа қосқандай тұз, бұрыш және паприка, зира салып жақсылап тұрып барлығын картоптар араластырғандай етіп араластырып аламыз. Мен бұл жерде етке тұз қосқан жоқпын, өйткені менің етім тұздалған, тұзды ет болғаннан соң қосқан жоқпын. Енді тағамымызды бұқтыруға кірісеміз. Қазанның астын жай отқа қойып қоямыз да, жаңағы етті қуырып алған майдың жартысын қазанға құямыз. Енді оның үстіне етімізді саламыз да, жақсылап оны бір тегіс қылып жайып шығамыз. Оның үстіне картоптарымызды саламыз да, енді үстіне жарты стақан су құямыз. Суды қатты көп құймаңыздар, жарты стақан жетеді. Енді астын жай отқа қойып, бір жарым сағатқа бұқтырып қоямыз. Еттеріңіз піссе, яғни тамақтарыңыз да пісті деген сөз. Міне осымен біздің қазан кебаб деп аталатын тағамымыз дайын. Осылай оп-оңай болып дайындалады, аса бір қиындықты тудырмайды. Міндетті түрде сіздер де үй жағдайында, үйлеріңізде осылай дайындап, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Өте дәмді әрі иісі күшті болып шығып тұрады. Иісі де, дәмі де барлығы күшті болып үйлескен. Міндетті түрде дайындап, дәмін көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен бірге болған Раушан.